Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге ерекше әрі оңай жасалатын печеньенің рецептісін ұсынатын боламын. Бізге ең алдымен жұмыртқа, қант ұнтағы және шым тұзымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырып алғанымыздан кейін бөлме температурасына тұрған сары майымызды салып, бұны да жақсылап араластырамыз. Бір ас қасық балымызды салып, жақсылап әдемілеп араластырамыз. Ұнымызды електен өткізіп дайындап аламыз. Ұнымызды түгелдей салып жібермейсіздер. Аз-аздан салып отырып, араластырамыз. Араластырып алғанымыздан кейін қолымызбен қамырды илеп біріктіреміз. Қамырды жақсылап илеп алғанымыздан кейін 30 минутқа холодильникке салып қоямыз. 30 минуттан кейін алып, қамырымызды осылай илеп, бөліктерге бөліп аламыз. Печеньенің формасын өздеріңіз қалауыңызша да жасай берсеңіздер болады, я болмаса осылай видеода көрсетілгендей етіп жасасаңыздар болады. Барлығын жасап болғанымыздан кейін бетіне жұмыртқамызды жағып, қызып тұрған пеште 180 градуста 20 минутта пісіріп аламыз. Өте оңай достар, жасап көріңіздер сіздерде. Сіздермен болған мен Айзада. Каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар.